Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, армысыздар, құрметті достар. Сіздермен мен Жасұлан Жақыпов, Болатбекұлы. Біздің YouTube арнамызда Жасұлан Жақыпов каналынан іздеп таба аласыздар. Сондай-ақ мінекей біздің Facebook парақшамызда және де TikTok арналарымызда біздің үздік видеоларымыз жарияланатын болады. Мына мінекей сіздер қазір мені көріп тұрсыздар. Бұл менің туып өскен жерім, Тасбөгет кенті. Яғни біздің Қызылорда қаласына қарасты Тасбөгет қыстағы деп айтуға болады. Яғни бұл біз үшін ауыл, құжат бойынша кент. Яғни біздің қазір Тасбөгет кентінде көптеген біз жерлерді қарап жатырмыз. Бос жерлерді барынша біз анықтауға тырысудамыз. Әрине көптеген жерлердің барлығына сол айтарлықтай кезіндегі осы біз жоқ кезде, біз өмірге келмей тұрған кезде жемқорлықтардың жағдайы керемет ғажап болып тұрған ескі Қазақстанның дәуірінде кейбір жерлердің барлығын заңдастырып алған дүниелерді біз куә болып жүрміз. Біз сол дүниелердің барлығын зерттеп ашып айтуға тырысатын боламыз. Енді біздің Тасбөгет кентінің бос жатқан жерлерін қарап, егер ол жерлердің барлығы расында да бос жатқан болса, біз халыққа үйлестіруге, егін шаруашылығына пайдалануға, мал бағуға, сондай дүниелерді қарастыру жолдарын қарап жатырмыз. Егер ол жерлер бір айтарлықтай бір азаматтың атында тұратын болса, ол үлкен гектарлық жерлер болатын болса, ол жерлер не үшін игерілмей жатыр, не үшін осы уақытқа дейін пайдаланбағандығы туралы анықтаймыз да, біз ол жерлерді қайтып мемлекеттің балансына алып, халықтың игілігіне жұмсауға әрекет ететін боламыз. Өйткені неге біздің Тасбөгет халқының тұрғындары жаздың күні маусымдық уақытта жерлерді жер сұрайды, қай жаққа барып егін еккісі келеді, бірақ өкінішке орай қалалыққа барған жағдайда Қарауылтөбеге немесе Талдарал, Мис сияқты жерлерге жол сілтеп жатады. Әрине олар ол жаққа барады, амалдың жоқтығынан барады, себебі бала шағасын күнкөрісін жақсарту мақсатында, өз жағдайын жақсарту мақсатында картоп егуге барады, сәбіз егуге, қауын қарбыз, әйтеуір күнделікті тұрмыс тіршілігіне керек дүниелерді егу үшін барады. Ол енді әрине әр адамның жағдайы әртүрлі, бірақ біздің қазіргі таңда Тасбөгет халқының әлеуметтік жағдай мәселесін біз көтеруіміз үшін ықпал жасауымыз керек. Неге біз жасамаймыз? Неге біз өзіміздің құқығымызды өзіміз таптатуымыз керек? Біз ешқашан өз құқығымызды өзіміз таптатпауымыз керек. Сондықтан бізді бәрібір алаңға шықсақ бізді қамап тастап жатыр. Неге барып жиналсақ митинг жасадыңдар деп тағы да қамап тастап жатыр. Әкімшілік хаттамалар толтырылып, сондай азаматтарға, яғни үлкен жауапкершілікті дүниелерді бұздыңыздар деп, әрине заңдылық күшпен қамап тастайтыны ол жасырын емес. Енді неге біз бұндай арналарға сіздер біз сияқты азаматтар шығып жатқанда қолдау білдірмеске? Ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріңіздер. Біз заң аясында барлық дүниелерді зерттеп, құзырлы органдарға, өзіміздің естуші билікке жаңа Қазақстанда жаңаша оймен, жаңаша көзқараспен жеткізетін боламыз. Сондықтан біздің қазір Тасбөгет кентінде үлкен мәселелері бар, сол мәселелерді бірге шешетін боламыз. Ендеше сіздер қолдау білдіріңіздер, қай кезде де қорғаушы болыңыздар, қолдаушы болыңыздар. Жылы сөздер, жақсы сөздер адам баласына әрине күш қуат береді. Сіздер лайк басыңыздар, қолдаңыздар. Осы ақпаратты көріп отырсаңыздар, басқа да біздің Тасбөгет кентінің жерлестері көру үшін ықпал жасап, біздің сілтемемізді түрлі топтарға таратуларыңыз керек. Сол кезде біздің арнамыз айтарлықтай күшейетін болады. Және де біз өзіміздің айтарлықтай арнамыз артқан сайын бізді еститін биліктің де, мемлекеттік қызметкерлері де барынша біздің мәселемізді шешуге ықпал ететін болады. Сондықтан назарларыңызға үлкен рахмет. Біздің TikTokта Жас Бос, Нижно Правил, КЗО және YouTube арнамызда Жасұлан Жақыпов, Facebook әлеуметтік парақшасында Жасұлан Жақыпов және Жасұлан Болатбекұлы деген біздің парақшаларымыз бар. Біздің Тасбөгет кентінен тұрғындарына арналған арнайы критика Тасбөгет, критика Нижно Правил, Тасбөгет Instagram парақшалары бар. Өздеріңіздің шағымдарыңызды жібере аласыздар. Сондай-ақ Қызылорда қаласының азаматтарына біздің критика Қызылорда деген парақшамыз бар. Ал енді облыс деңгейінде шешілетін дүниелер, республикалық деңгейлі шешілетін дүниелер болатын болса, көтеретін мәселелер болса, біз әр кезде қолдаймыз. Ол үшін біздің WhatsApp нөмірімізде арнайы мессенджер бар, 8777-787-94-93. Осы нөмірге сіздер WhatsAppқа жазсаңыздар, сіздерге біздің мамандар міндетті түрде шығатын болады, кері байланыс орнататын болады. Біздің басты мақсатымыз шайнекте қайнап жүргендерді мырзалыққа баулу, әрбір қазақтың бай болуын қалаймыз. Әрбір қазақ сауатты, өздерінің білімдерін парасаттылықпен
жақсы деңгейлерге жету үшін әрине көзіміз ашылу керек. Көзіміз ашылу үшін білмейтін нәрселерімізді біз де үйренуіміз керек. Сіздер білмей жатсаңыздар, сұраңыздар. Біз білмей жатсақ, сіздерден сұрайтын боламыз. Пікірлеріңізді біздің көрген видеоларымыздың астына кез келген жерге пікір қалдырсаңыздар болады. Біз барлықтарымызбен кері байланыста боламыз. Сондықтан бірге болайық, ауызбіршілікте болайық. Құрметпен, Жас Бос.